Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз талқаннан осындай әдемі жиын жасайтын боламыз, және столға қойғанда да өте әдемі болып көрінеді. Ол үшін бізге қажетті құмшекер, талқан және сары май қажет болады. Алдымен талқан мен құмшекерімізді салып біркелкі етіп араластырып аламыз. Артынан сары майды салып тағы да араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осындай жабысқақ болу керек. Жент жасағанда да өте ыңғайлы. Дөңгелетіп отырып жасаймыз жентімізді. Және арнайы кондитерлік формаға да жасауға болады. Осындай форма болса өте ыңғайлы. Қолмен нығыздап отырып саламыз. Қалған талқаннан ары қарай жалғастырдым. Төртбұрышты етіп те жасауға болады. Дайын болған жентімізді тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Ары қарай шоколадымызды дайындаймыз. Міне осындай шоколад. Мен микроволновкаға еріттім. Микроволновкаға кішкене қоямын. Сосын қасықпен араластырып, қайтадан микроволновкаға саламын. Күйіп кетпеу керек. Қарап отыру керек микроволновканы. Кішкене ысытып алғаннан кейін бұлғап отырып шоколадымды ерітемін. Немесе водяной баняда да ерітсеңіздер болады. Шоколадқа орап аламын. Мен барлығын орамаймын шоколадқа, қалғанын осы шоколадпен әрлейтін боламын. Және кондитерлік қапқа мен ақ шоколад пен қара шоколадты салып, үстіне ыстық су құю арқылы ерітемін. Көтеріліп кетпеу үшін үстінен қасықпен басып қоюға болады. Жентіміз қатты. Менде кішкене сынып шықты, бірақ ол ештеңе етпейді. Себебі қазір шоколадпен қаптаған кезде ол білінбей қалады. Кондитерлік қапты қиып алдым үшін, осыны формаға құйып шығамын. Мен толық құймаймын, мен кішкене құям. Егер де жентіңіз толық қапталсын десеңіз, онда толтырып құюға болады. Енді ақ түсті де құямын. Көріп тұрғаныңыздай мен ақ пен қараны пайдаландым. Егер басқа түс жасағыңыз келсе, осы ақты боясаңыздар болады. Көкпен немесе қызылмен де жасайық. Женттерді қайтадан өзінің орнына салып шықтым. Тоңазытқышқа шоколадымыз қатқанша қайтадан салып қоямыз. Қалған шоколадпен әрледім.
шоколадымыз қатты. Жаймен жеп аламыз. Міне өте әдемі болып шығады. Біркелкі болып тұрады. Өзінің формасын сақтайды. Достар, жасап көріңіздер. Өте әдемі әрі дәмді, балаларға әсіресе қатты ұнайды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.